Халқымыздың көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешем боласың деген қағидасы болмыстан туындаған түйін. Өмір талқысынан талмай, әрекет құбылыстардың сан қырына қырандай қарай білу саналы адамды көсемдікке, абзалағаны ақсақалдыққа меңзейді. Бірақ меңзеуді, бағыттауды іске асыру, қоғамдық нәтижеге жету қандай қиын десеңші. Бұған қанат бітіретін, шыңға құлаштауды қуат беретін қос қанат ұлабай айтқандай адамның ақылы мен еңбегі. Міне, өзінің адамгершілігін қайрап, осы екі қасиетімен самғай білген ұстаз Әбдіжали Жаниязов ағай деп мақтанышпен айта аламыз. Әбдіжали Жұмашұлы 1940 жылы қазан айында Ақтөбе облысы Шалқар ауданында дүниеге келген. 1958 жылы Шалқар қалалық нөмір 1 орта мектепті оқып бітірді. 1959-62 жылдары әскер қатарында борышын өтеді. 1962-66 жылдары Абай атындағы педагогикалық институтта оқып, филология факультетін үздік бітірді. 1966-1988 жылы Шалқар қаласындағы атындағы орта мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі. 1967-1977 жылы мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарады. 1969 жылы Ыбырай Алтынсарин атындағы педагогикалық институттың аспирантурасына түсті. 1988-2000 жылдары нөмірі 6 орта мектебінде мұғалім болып зейнеткерлік демалысқа шықты. Мұғалімдік жұмысты шығармашылықпен, ғылыми ізденістермен ұштастырып, педагогикалық баспасөзде қазақ тілі мен әдебиетін оқыту тәжірибелерін республикалық, облыстық, аудандық газеттерде ата-аналар алдында білім мен тәрбие, халық педагогикасы мәселелерін насихаттауға белсене араласты. Республикалық 2 ғылыми педагогикалық конференцияға және облыстық, аудандық педагогикалық оқуларға бірнеше рет қатысып, қазақ тілі лексикасын оқыту тәжірибелер туралы баяндамалар жасады. Сол туралы 60 мақаласы Қазақстан мектебі, қазақ тілі мен әдебиеті, Қазақстан мұғалімі секілді педагогикалық баспасөзде жарияланды. Үздік белсенді автор ретінде насихатталып, өзі шалғайдағы Шалқарда еңбек етіп жатса да, есімі республикаға танымал болды. Әріптестерінің достық әзілдерде арналды. Мұғалім туралы да, мұғалімнің өзі жазған мақалалар да баспасөзде үздіксіз жарияланып жатты. Қазақ тілі лексикасының таблицалар деген 10 баспа табақтық еңбегі 1978 жылы мектеп баспасынан жарық көрді. Кеңес одағының батыры Ідіріс Үргеншбаевтың өмірі мен ерлігі жолын зерттеуге, ол жайында жастар арасында насихаттауға үлес қосты. 2011 жылы қазақ тілі лексикасының және әдебиетті оқыту тәжірибелері атты әдістемелік жинағы шықты. Әбдіжали ағайдан түлеп шыққан 1983 жылғы түлегі ішкі істер бөлімінің тергеушісі, полиция майоры Шалқарбек Ильясов: Әбдіжали ағай беретін пәнді сүйіп оқыдым. Ол кісінің сабақ беру тәсілі бөлек еді. Сабақты әсерлеп, бар ынта-жігермен түсіндіретін десе, 1977 жылғы түлегі Панабек Есқалиев: ағайдың сабағында бір ғылыми конференцияда отырғандай сезінетін едім, деп пікір айтады. 1994 жылғы түлегі Жанар Темірханқызы ұстаз туралы ойын былай деп жеткізеді. Егер менен ұстаз қандай болу керек деп сұраса, мен ешбір ойланбастан нағыз ұстаз Әбдіжали Жаниязов ағайдай болу керек деп жауап берер едім. Өйткені ағай сөз асыл мен тіл құдіретін әр оқушының бойына тартқан, ұлттық құндылықты дәріптеген, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен алған білімін әр оқушысы өз өмірінде қолдануына ықпал еткен бірден бір тұлға. Мен ағайдың 1994 жылғы түлектерінің бірімін. Біз тереңдетілген сыныпта 25 оқушы білім алдық. Қазіргі таңда сол 25-тің 10-ы педагогика саласында қызмет етіп жүрген мамандар. Бәріміздің мұғалім болып мамандықты таңдауымызға ықпал еткен адам Әбдіжали Жаниязов ағай десем еш қателеспеймін. Біз сыныптастар болып бас қосқанда міндетті түрде қазақ тілі Әбдіжали ағай туралы сөз қозғаймыз. Қай саланың маманы болсаң да, жоғары арнаулы оқу орындарында қазақ тілінен курс өтеді ғой. Сонда ағайдың 3-ке оқыған оқушылары студент ретінде сынақтан, емтиханнан автоматты түрде бағаланады екен. Бұл мұғалімнің өлшеусіз еңбегінің жемісі деуге болады. Менің прокурор, дәрігер кластастарым бар. Олар көпшілік алдында баяндама қорғағанда, немесе газетке мақала бергенде ешкімнің көмегіне жүгінбейтіндігін айтып мақтанады. Тіпті өзінің әріптестері
өздерінің жазғандарын сол сыныптастарыма редакциялатып алып жатады екен. Осының бәрі Әбжәмият ағайдың арқасы ғой деп, олар үнемі ризашылықпен ұстазды айтып отырады. Бүгінде өзім де мұғалім ретінде ойланып қарап отырсам, қазіргі білім беру саласындағы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, жаңа педагогикалық технологияларды тиімді қолдану деген мәселелердің барлығын өз заманында жүзеге асырған Әбжәмият ағай екен. Өйткені қазақ тілінен ағай бізге ереже жаттаттырмайтын. Бізге тақырыпқа орай мысал ұсынады, біз оны талдаймыз, өзіміз ереже шығарамыз, ағай соны теориямен бекітеді. Және тағы бір есімде қалғаны 9-шы сыныпта халық ауыз әдебиеті үлгілерімен таныстық. Сонда оқулықтағы бір сарынды бесік жырын жаттаттырмай, көп айтыла бермейтін, сөзінде үлкен мағыналық мән бар үлгілерді жаттаттыруға ықпал етеді. Өзім сол 9-шы сыныпта жаттаған Қасым Аманжоловтың Дариға атты қызына арналған бесік жырымен бүгінгі таңда ана ретінде балаларымды тәрбиелеп келемін. Бұдан ағайдың берген білімінің өміршеңдігін көруге болады. Шалғайдағы кластастарым телефон шалса, сөз арасында ағайды көріп тұрасың ба, денсаулығы қалай деп сұрап жатады. Осы жолдардан әр шәкірттің жүрегінің түкпірінен ойып тұрып орын алған ұстаздың шынайы бейнесін көруге болады деп ойлаймын. Ұстазға әр шәкірті осындай лебізін білдіріп жатса, бұдан асқан бақыт бар ма? Абыройлы мұғалімдің еңбегі үшін Жаниязов ағай 1975 жылы Қазақ СССР жоғары кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталды. 1977 жылы Қазақ СССР халық ағартушысының озық қызметкері, одан соң әдіскер мұғалім құрметтері мен төс белгісі берілді. 1978 жылы Қазақстан мұғалімдерінің 6-шы съезіне делегат болып қатысты. Мұғалім мамандық, ұстаз болу ұлы қасиет иесі болу деген сөз. Әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби көрсеткен даналық, парасаттылық нағыз ұстаздан табылады. Жаниязов осы қасиеттерімен дараланған ұлағатты ұстаз.